Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің 6-шы сабағымыздың тақырыбы «Әжемнің айраны тәтті». Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя наша тема – кефир моей бабушки вкусный. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Дәмді айран, вкусный кефир. Ішемін, пью. Жіктік жалғауын менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Обрати внимание на окончание. Мен айран ішемін. Сен айран ішесің. Сіз айран ішесіз. Ол айран ішеді. Суретке қара, диалогты оқы. Посмотри на картинку и прочитай диалог. Суретте кімдер бар? Суретте аталар, әже бар және Әлібек. Әлібек, құлыным, айран ішесің бе? Иә, әже, ішемін. Міне құлыным, айран өте дәмді. Рахмет, әже. Ас болсын, құлыным. Әлібек, жеребенок мой, ты будешь пить кефир? Да, бабушка, буду. Вот возьми. Кефир очень вкусный. Спасибо, бабушка. Приятного аппетита. Бірінші тапсырма. Көшіріп жаз. Напиши в тетради предложение. Обрати внимание на окончание. Мен айран ішемін. Сен айран ішесің. Сіз айран ішесіз. Ол айран ішеді. Екінші тапсырма. Әр қатардағы артық сөзді тап. Себебін айт. Найди лишнее слово в каждом ряду. Артық сөздер. Алмабағы, шарбақ, дәптер, үй. Үшінші тапсырма. Суреттерге қарап сөйлемдерді аяқтап жаз. Дополни предложение по картинкам. Мен айран ішемін. Әжем айран ішеді. Мен ірімшік жеймін. Төртінші тапсырма. Жағдаят. Анаң сені дүкеннен айран алып келуге жұмсады. Дүкенге бар, сатушымен сөйлесіп, айран сатып ал. Ситуация. Тебя мама отправила за кефиром. Спроси у продавца, купи кефир. Сәлеметсіз бе? Айран бар ма? Иә. Қанша теңге? 500 теңге. Ала ғой. Рахмет, сау болыңыз. Есте сақта, прочитай и запомни. Сен айран ішесің бе? Мен айран ішемін. Айран дәмді. Ас болсын, құлыным. На этом мы закончили урок. Подпишись, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. До свидания. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.